Оқжетпес футбол клубының бас бапкері. Футбол ойнаған жоқ қой мысалы. Ойнаған жоқ. Профессионалдық деңгейде жоғары. Ондай тәжірибелер әлемде де өте мықты бапкер болып кетті. Кеше Құрбанбердиевтің сұхбатын көріп отырмын да. Ол өзінің жаңағы тәжірибесін арттыру үшін Анчелоттиға барған екен ғой. Былай қарасаң енді Анчелоттидан жасы үлкен шығар ол кісінің. Бапкерлердің арасында жалпы бір сөз бар ғой. Тренер это не профессия, это призвание деген. Соған сай ол бірінші кезекте адамның жаны соған жақын болу керек. Қазір енді ата-аналар да ақымақ емес қой қазір. Кеп ол сұрайды ғой. Тренердің категориясы бар ма? Көрсетіңдер деп. Ол кісі енді Қазақстан кубогын 2 рет жеңген, в общем, чемпион болған, титулдар көп, 3-ші орын алған қолы. Бірақ Айланып келген кезде лицензиясы жоқ. түк жоқ. Осындай дүниені еліміздің барлық клубтары жасаса, бұдан мен ойлаймын қазақ футболы Тек қана дамиды. тек қана дами түседі. Ассаламағалейкум, құрметті көрермен, бізде кезекті подкаст. Бүгінгі подкастымыз енді ерекше болайын деп тұр. Бізде қонақта Нұржан Әбілдаев, техникалық орталықтың Қазақстан футбол федерациясындағы басшысының орынбасары. Демек, бүгінгі тақырыбымыз жалпы бапкерлерді даярлау бойынша, сол енді бапкерлерге арналады десек болады, ең көбі. Қалдарыңыз қалай жалпы? Жақсы, рахмет. Біріншіден баршаңызға ассалаумағалейкум. Шақыртуларыңызға рахмет. Жағдайымыз жақсы. Жағдайымыз жақсы, біздің үйіміз деген өлең бар ғой, сол сияқты ма? Өте қызық подкаст болайын деп тұр. Бізге де қызық болып тұр. Енді біз негізінен футболды талқылаймыз. Мынау енді бапкерлерді талқылау бізге де қызық болып тұр бүгін. Жалпы Қазақстанда бапкерлер қалай пайда болады деген сұрақтан бастайықшы. Енді Жұмыртқадан шығады. кез келген мамандық сияқты оны да оқу керек. Бірінші кезекте ол дене шынықтыру пән мұғалімі қатарында білім алады. Міндетті түрде жоғары білімді азамат болу керек. Одан кейін барып, бірінші кезекте өзінің ынта жігері болу керек, бапкер болуға деген. Біздің достарымыз үлкен ұтыс ойындарын өткізуде. FIFA 26 ойыны, PlayStation 5, 55 дюймдік теледидар, сонымен қоса әлем чемпионатына қатысып жатқан үздік құрамалардың жейделері. Жалпы саны 15 бірдей бағалы сыйлықтарымыз бар. Қалай қатысуға болады десеңіздер, Fonteam KZ сайтына кіріңіздер, төмендегі сілтемеде бекітілген, сол жерде толық шарттармен таныса аласыздар. Әлем чемпионаты баршаға ортақ. Бапкерлердің арасында жалпы бір сөз бар ғой. Тренер это не профессия, это призвание деген. Соған сай ол бірінші кезекте адамның жаны соған жақын болу керек. Ниеті таза болу керек, ойы таза болу керек. Ұрпақ тәрбиелеймін, спортшы тәрбиелеймін. Қоғамға ертең пайдасы тиетін адам тәрбиелеймін деген ниеті бар адам бірінші кезекте. Содан пайда болады деп ойлаймын. Кезекте кәсіби футболшы емес, жақсы адам тәрбиелеу дейсіз ғой? Міндетті түрде. Өйткені ол көп жағдайда ойлап жатады, бапкер ол жоғарғы футболдың жоғары командаларындағы бапкер бәрі сол жаққа ұмтылады. Бірақ оның негізі, фундаменті ол төменде. Жастарда, балаларда 6-12 жас аралығында. Сол бағытта бірінші білім алу керек, тәжірибе алу керек. Содан кейін барып уже жоғары қарай өсу керек деп ойлаймын өзім. Кез келген жоғарғы санаттағы бапкер бірінші кезекте балалармен жұмыс істеп, сол тәжірибені, сол баспалдақты өту керек. Балалар бапкер болу үшін ол кісіде жоғарғы білім болу керек? Міндетті түрде жоғарғы білім болу керек. Педагогикалық жаңағындай уклон дейміз ғой, педагогикалық бағыттағы білім болу керек. Дене шынықтыру және пәннің тармағында оқу керек міндетті түрде. Өте қызық. Мен ойлағам жалпы ауылдағы балалар бапкерде олар да категория алу керек пе негізі балаларды? Футбол орталығын ашу үшін сол жерде бір жұмыс істеу үшін жүйелі түрде. Ол бағытта бізде арнайы категория санаты бар, Д санаты. Ол жерде ол мамандық негізгі қажет етілмейді, міндетті емес. Жоғары білімді болу. Жоғары білім болу міндетті емес. Ол Д категориясы, ол өз талабы сондай. Бірақ сіз одан ары қарай тоқтамаймын, шектелмеймін. Футбол орталығында, мектептерде
спорт мектептерінде жұмыс істеймін деген ниетіңіз болатын болса, Менде бар сізге- сондай ниет. С категориясы керек. міндетті түрде оқып алған. Оқысам бола ма жалпы? Қашан басталады? С категориясы жақын арада Тегін ба жалпы негізі? жоқ, тегін емес. 600 мың теңге төлеп отпайтын шығармыз енді. Ондай көлемде емес. Сондай еді ғой, бір кейбіреулер қымбат еді ғой. Биылғы курстарымыз қазір 250 мен 280 мыңның арасында. Қазіргі 26 жылғы курсымын қазір Енді онда бастап жайлап жатырмыз. ақша жинай берейін, онда түсейін соған. Міндетті Бұл түрде. С категориясын оқу үшін бұл төленетін ақша ғой. Иә. Иә. Және Ол ол- қанша, бір ай ма? С категориясы 4 айдан 6 айға дейін уақыт аралығы. Үлкен. Бір ай оқи салып, Шымкентке барып, биікке барып, бір 2 апта жатып алып кетем ба деген ой бабым ғой. Ондай Ол енді. 4 және 6 ай аралығында оқу, ол қалай онлайн ғой барлығы? Иә. Жоқ, оқу 6 модульдан тұрады. Оның 3 модулі онлайн модульде болады, және 3 модулі офлайн модульде, резидентный модуль деп айтамыз. Тыңдаушылар міндетті түрде бір жерге шоғырланып, сол жерде 3 күндік курс сабақ оқиды. Дәріс оқиды сол жерде. Дәріс оқиды, иә. Сонда ол аймақтардағы ынтасы бар жаңағы сол садантқа тапсырған адамдар сол аймақта отырып оқи бере ме, немесе бәрі бір жерге Астанаға Иә, ол қазір енді біздің Аллаға шүкір ата бабамыздың тастап кеткен жер үлкен. Ана өңірден мына өңіріне басына жету өте қиын болғандықтан техникалық орталық тарапынан жеңілдіктер қарастырылған. Осы бағытта қазір біз клубтармен келісім сөздер жүргізіп, ортақ бір меморандумдар, келісім шартқа отырып, еліміздің 4 аймағында курс өтуге клубтармен келісім шартқа отырдық. Шымкентте болды ғой. Батыста, шығыста, оңтүстікте және солтүстік осы Астанамызда. Өткенде Шымкентте осы мен Ордабасы клубында жұмыс істеп жүрген кезде бұрын ойнаған жігіттер ғой, енді жаңа ішінде Ақтаудың жігіттері, Мирас Төлеевтер, Бразилияға барып келген жігіттер, солар оқып жатқанын көрдім. Сол бір қонақ үйде тұрдық сол кезде бәріміз. Ол кезде лектор кім болған білмеймін, Владимир Андреевич болу керек шамасы. Жоқ, ол курсты өзім жетекшілік еттім, ол курсты өзім жүргіздім. Сіз айтқан футболшыға өзім дәріс оқыдым, өзім сабақ оқыдым. Ол футболшы құдай қаласа міне бүгін ертең өзінің лицензиясын алады. Сол кезде Шымкентте оқығандар, иә? Сонда оқуға түскеннің барлығы бірдей ол категорияны ала ма, немесе Енді бұл жерде емтиханнан құлайтын сәттер бола ма? бірінші кезекте тыңдаушының жауапкершілігі ғой. Ол оқуға қандай ниетпен келеді. Әрине мен келемді, ақшамды төледім, әшейін алып кетемін деген келсе, ол өкінішке орай. Бүгін болмаса да ертеңгі модульдерде ол құлап қалады, өйткені оның бастапқы ниеті онда оқуға бағытталмағанда әшейін келіп алып кетуде. Ал шын мәнінде осы тарапта білім аламын, егжей-тегжейін түсінгім келеді, балалармен жұмыс істегім келеді, жас ерекшеліктерін білгім келеді деп білім қуған жаттықтырушылар міндетті түрде соңына дейін жетеді. Сонда қай өңірлерден жалпы қатысушылар? Көп. Бүкіл Қазақстанның кез келген өңірінен тапсырыс бере аласыз. Сайт 24-те 7 ашық. Практикада қай өңірден көп дегенім ма? Қазіргі таңда солтүстік көп. Өйткені бір Астананың өзінде бізде 3 группа жиналды. Осы ЦДА, Шымкентте 2. Бұрын сол мысалға региональный федерациялар ДН өткізетін еді ғой, сол кезде 30 адам жинайтын. Негізі талап сондай. Максимально 30 адам, минимально 20 адам. Егер группа толықса, оқыта береді. Сол кезде оқымадым ғой, мен сол кезде Д категориясын оқи салым керек дедім ғой. Ақшасы да аз еді оның, 35 мың теңге ме, 60 мың теңге ме? Д категория біздің ақшамен есептелмейді, техникалық орталықта біз оның. Ол региональный федерациялар. Оның төлем ақысын өз региональный федерациялар өздері шешеді. Ақылы өткізе ма, ақысыз өткізе ма өздері. Сонда Д-ны оқымай мен тікелей келіп, қазір менде Д жоқ қой, онда түсінікті. С-ға оқуға түсе берсем болады. Мүмкіндігіңіз бар. Кеше осы бір мәселе талқыланды. Ордабасы футбол клубына біз енді жергілікті футбол мамандарын, жаңағы енді сол клубтың 10 шақты жыл сол клубта ойнаған адамдар бар ғой, енді местный жігіттер болады. Солар жұмыс қалай дедік те. Соның бірі осы мынау Алмат Бекбаев. Ол кісі енді Қазақстан кубогын 2 рет жеңген, в общем, чемпион болған, титулдар көп, 3-ші орын алған қола. Бірақ айланып келген кезде лицензиясы жоқ. Түк жоқ. Лицензия да жоқ, тас та жоқ. Осындай жағдай. Кеше мысалға Горовенко туралы айтып жатырмыз ғой. Ол кісі мысалға
ол кісі де Қазақстан кубогын жеңген. Негізі олар КМС дейді ма? Спорт шебері деген атақ алу керек қой. Үміткер деген кандидат КМС деген неше түрлі. Сондай нәрсені де алмапты олар. Оларға КФФ көмектеспесе, олар жақын арада аламайды. Ондай адамдар көп екен негізі, аламай жүргендер. Жаңағыдай министрлікке барып, хат жазып, құжаттарын бәрін толтырып, бүйтіп сондай бір адам айналыспаса, міндетті түрде айналысу. Өте қиын олар. Олар 24 сағат қазір жұмыс істеп жатыр, футболда жүр. Қалай болады оларға бір енді оларға кеңес бола ма, курсқа тапсыру керек. Курсқа есік 24/7. Мысалға Алмат Бекбаев қақпашы ғой енді. Қақпашы лицензиясын енді алса болатын адам ғой енді. Міндетті түрде алуға болады. 20 жыл қақпада тұрып. Жоқ, сол енді сондай бір кісілер бар. Енді 20 жыл адамдар бар, Алмат Бекбаев сияқты. Ол С категориясын тапсырған кезде ол енді шамамен сол футболист сұрақтар болатын болса, ол көзі жұмып өтіп кететін шығар Әлбетте. Одан кейін Б голкипер деген болуы керек ғой. Бар. Ол да бар, Қазақстанда. Қазіргі таңда біздің техникалық орталықпен барлық бағыттардағы курстар бар. Голкипер курсы бар, фитнес бағытындағы курстар бар. Дене даярлығы бапкері. Дене даярлығы бапкерлігі курстары да бар. Онымен қатар футзал бапкерлерінде қазір дайындайтын курс ашылады жақын бір сұрақ бар да, осы жерден осы футболда жұмыс істейтін, клубта жұмыс істейтін массажисттердің бәрі неғып орыс болады, түсінбеймін. Қазақтар неге істемейді соны жұмыс? Енді ол қазақтарға қойылатын сұрақ шығар. Неге біз сондай мамандықтарды таңдамаймыз? Икемі жоқ. Дәрігерлер қазір пайда болып жатыр да. Бұрын бірде-бір қазақ дәрігер болмайтын. Қазір дәрігерлер көбейді, Құдайға шүкір, клубтарда ше, қазақтар көп. Дәрігерлердің де несі ол салаға басқа кісілер жауап береді ғой. Медицинскийде бөлек оқиды. Міндетті түрде медицинский оқығаннан кейін тағы да 6 ай оқу керек екен ол спортивный медицинаны. Содан кейін барып тұрып болады. Олардың осы жақында Ирландияда ойым шамасы бір курстары болды. Осы Қазақстан футбол федерациясынан барды ғой біздің Битұғылов Нұрлан деген кісілер. Жаңа қыздар құрама командасында жұмыс істейтін дәрігер. Міндетті түрде УЕФА-ның білім беру жүйесінде курстар өте көп. Медицинаға байланысты курстар бар, спорттық менеджментке байланысты курстар бар. Және де ең үлкен тармағы сол жаттықтырушыларды даярлау курстары. Командадағы дәрігер ол бапкерлік құрамға кіреді ғой негізі? Жоқ, ставқа кіреді ғой, қызметкерлерге. Спискта болады деген ме? Ставқа кіреді. Олар бөлек адам, 10 шақты адам болады, администратор, кит менеджер, сосын жай кіріп шығып жүрген бір адам бар, солар бәрі бірге жұмыс істейді дегендей. Енді биыл мынау техцентрлердің арасында мынау жиналыстар болып тұрады ғой, бір Швейцарияда ма бір жерде болған шығар? Барыңыздар ма? Техцентрлердің арасында жылда УЕФА-мен бекітілген бағдарлама бойынша курстар болады. Білімін жетілдіру, тәжірибе алмасу деген сияқты курстар болады. Ол Швейцарияда сіз айтқан курс, ол про лицензиясының студенттеріне арналған тәжірибе алмасу курсы болған. Біз тек жетекші болып барып қайттық. Қазір мына подкаст басталып кетті бірден, Б, С дегенше. Көп адам түсінбей отқан болуы мүмкін. Бір түсіндіріп өтеміз ау? Жоқ, ең төмені Д дегенне. Ең төменгі санаттағы категория ол Д. Ол массовый футбол деп айтамыз ғой. Соған бағытталған. С, одан кейінгі Б тармағы бар, А және де Б+. Ол бөлек тармақ, негізгі векторы Д, С, Б, А және ең жоғарғы про. Одан бөлек бөлініп шығады голкипер бойынша тармағы бар, Б голкипер, А голкипер. Одан кейін бар дене даярлау бағыты бойынша оқимын дегендерге Б фитнес, А фитнес. Одан кейін футзал тармағын таңдаймын деген тыңдаушылар болатын болса, С футзал, Б футзал болып бөлінеді. Сонымен қатар параллельно олармен бірге элиттік жасөспірімдер футболы бар. Ол жерде Б юношеский, Б юс деп аталады, және А элит деген екі санаттағы курс бар. Бұл жерде жаңағы про дегеніміз ол Қазақстан футбол премьер лигасындағы бас бапкерлер. Қазіргі таңдағы талап бойынша про категориясы бойынша талап Қазақстан премьер лигасының клубы. С деген кезде сен газель айдайды деп ойладың ғой, иә? Жоқ, біреу ойлауы мүмкін ғой, мен түсініп отырмын ғой. Сұрап отырмын бұл жерде. Про ол жаңағы премьер лигадағы, бірінші лигадағылар амен жұмыс істейді. Бірінші лигадағылар биылғы таңдағы лицензирование бойынша А санатындағы лицензиямен жұмыс істей береді. Екінші лига. С оқиын деп жатсың ғой сен. Бір-екі жылда өз бірінші лигаға тренер болсаң болады. Жоқ, оны тағы да былай айналып өтетін жолдар бар ғой. Мысалға, Владимир Владимирович Когайды бас бапкер қылып тіркейсің да, ода про бар ғой.
өзің бас бапкер болып жүре бересің да былай мысалы да болды ма сондай оқиға болды қазір де болып жатыр оны неменеге жасырамыз Финонченкода жоқ мысалға деген сияқты ғой Финонченко как раз таки про санатындағы курстың тыңдаушысы. оқып жатыр деген қағаз болса болды. Оқып жатыр деген қағазыңыз болса, сіз сол категорияның иегері қатарына қосыласыз. Қуаныш Қабдолов ше Атыраудағы Ол кісі бас бапкер болып жүрді бірақ жоқ та категория. Сондай проблемалар Үйе болды ғой кісі біраз 5 рет. Сол болмағаннан айналып кейін. кете беретіндер бар ғой дегенім ғой. Мысалға кімде категория бар, соны заявкаға, соны бас бапкер қылып тіркеп қоясың да, но на самом деле өзің бас бапкер болып жүре бересің дегендей ғой. бұл енді клубтың жауапкершілігі шығар. Бұрын ойнап кеткен футболшылар келген кезде оларға бір ерекше статус беріле ма? Ол федерация тарапынан оқып жатқан кезде? Ерекше статус берілмейді, олар кәдімгі сізбен бірге қатар түскен тыңдаушылардың қатарында болады. Тек қана оның білімі жоғары. Тек қана оларға жоғарғы талап қойылады. Ринат Әлеуетов мысалға яркий пример, я думаю. Мысалға да, ол жетпес футбол клубының бас бапкері. Футбол ойнаған жоқ мысалға, ойнаған жоқ. Профессионалдық деңгейде, жоғары ондай деңгейде. тәжірибелер әлемде Келді, мықты бапкер болып кетті. Ол қателеспесем, балалар сол жақтан бастаған. Бүкіл сатыдан өтіп келе жатыр. Негізі Пирлодан бір интервьюында да бір айтқан несі бар, егер жоғарғы санатта бапкер болсаңыз, міндетті түрде төменнен бастағаныңыз дұрыс деп. Сол себепті бәлкім соны құлақ қағыс етіп бастап жатырмын. Фабригас Комоның тренер болған кезде категориясы болмады ғой. Біреуді қойып қойып өзі басқарған жоқ па? Чемпиондар лигасына шықты. Және келесі жылы өзінің стадионда ойнамайды екен, басқа стадионда ойнайтын болып кеше ғана жаңалық. Керемет стадиондар бар емес, судың жағасында. Болмайды екен. Өтпей қалыпты. Категориясы жоқ, ішінде VIP, Skybox деген нәрселер жоқ. Енді Швейцарияға барған кезде сонда кімдердің мысалға лекторлар кімдер болды деген ғой, атақты адамдар болатын еді ғой. Міндетті түрде қазіргі таңдағы әлемдік тренерлік цехтағы аты бар жаттықтырушылар келді. Соның бірі Шон Дайч, ағылшындық маман, Саутгемптон, Эвертон, көп оның карьерасында. Одан кейін барып күні кеше сол моментте Лига Европаны жеңген Арне Постекоглу. Сол кісі келіп өзінің тәжірибесімен бөлісті. Ангелос Постекоглу кісі. Анже Постекоглу. Олардың сонда дәрісі сол өздерінің теориясынан келіп шығып дәріс оқиды ғой, Анже Постекоглуды жалпы Австралияда жүрген жерден тауып алып кім көтерді деп ойлайсыңдар? Ол әрине Скотмон. Скотмон біздің генсек мысалға. Пожалуйста. Қандай адамдармен бірге жұмыс істеп жатырмыз. Анау Селтикқа келген кезінде ма? Еуропаға алып келген. Европаға. Селтиктен бастады. Сөйтіп, одан ары қарай Тоттенхэмде де жұмыс істеді. Бұрын негізі сіз қазір мына есімдер айтып отырсыз, Арсен Венгер, сол кісілер оқитын, Анчелотти, анау суретке түсетін еді бар ма? Енді ол ол жерде бұл тек қана бір курспен шектелмейді ғой. Жалпы ең бірінші осы бапкерлердің оқу курсы ашылған кезде ең алғашқылардың бірі болып, Лобановский оқыған ғой негізі лекция. Бірақ ол кісінің бір денсаулығына байланысты кейбір мәселелері болып, өзі кәдімгі Украинада Киевтің шетінде Конча Заспа деген жері бар, сол жерге шақырған ғой. Сонда Дон Фабио Капеллодан бір рет сұхбат алдым. Соны айтамын, осы Қазақстан, жалпы мына Совет үкіметі деген сияқты мемлекеттерді білесіз бе, жалпы осы жақтың футболдарын десем. Соны айтады, сен не айтып отырсың дейді ғой, Ермұхамед, қазір бір ұрайын ба дейді. Мен Лобановскийдің шәкірті емеспін ба дейді. Конча Заспада мен апталап жатқам дейді. Мен ғана емес, Анчелотти болды дейді қасымда. Мен болдым, Ариго Сакки болды, Марчелло Липпи болды, Невио Скала болды дейді. Осындай адамдар бәріміз Италияның жас бапкерлері футболды бітірген барыңдар деді дейді. Сөйтіп бар Лобановскийдің аузымыз аңқиып отырып тыңдадық дейді. Ой, страшно мықты бапкер еді дейді. Сол қазір бір плеяда мықты бапкерлер Италия футболын келіп бәріміз көтеріп жібердік. Сол кісінің арқасы дейді. Содан кейін барып қой сол Шевченконы Динамо Киевтен алдыртқан кім? Италияның бапкерлері. Сол Лобановскийдің шәкірттері Миланды баптаған Липпилер. Көрдіңіз бе қандай? Анчелотти. Әлем футболында ол кісінің орны өте бөлек қой. Себебі сол кездің өзінде 90-шы жылдары одан да ерте ол кісі қазіргі болып жатқан нәрселерді болжап айтып қойған ғой. Кейін футбол универсализм болады. Ойыншылар, жан-жақты ойыншылар бағалы болады деп сол кезде айтып тастаған да. Әр бір метр
жасыл алаңның әрбір метрында дейді қиян кескі борьба жүргізіп допқа таласып сол участокта өзің комфортно сезінбесе, ол футболист маған 4-5 жылдан кейін уже керек жоқ дейді. Сол кезде айтқан, 98 жыл айтқан. Бұл «Бесконечный матч» деген кітабында келтірілген. Өте сіз қызық қазір қазақша аударып қозғадыңыз ғой сіз енді қазір бұл жерде. Бұл жерде сонда бізде бапкерлік мектеп қалыптасқан ба жалпы Қазақстанда? Қалыптасқан ғой. Біз енді таразда дейміз ғой барлығы кезіндегі грек азаматтарын айтып жатамыз. Ол кісілердің нұсқаулықтары бар ма, кітаптары бар ма жазған? Әрине бар ғой, методика, бәрі әдістемелердің барлығы тұрған жоқ па? Сол бойынша жұмыс істеп келе жатыр ғой мына. Христофор Георгиевич Хаскинидиді айтып отырмын ғой. Мынандай общий тетрадь болдым. Деп бүйтіп алып. Общий тетрадь қой, кітап енді енгізу керек қой енді жаңағы. Енді содан ары қарай кетіп отыр ғой. Мына ең алғашқы мына Михаил Роттың шәкірті бұл Ваид Абдулхамидұлы Талгаев. Сол кісіден үйренді. Міне тіпті Құрбан Бердиевті де қоссақ болады. Химикте ең алғашқы бапкерлігін осы Таразда бастаған. Вахид Юнусұлы Масудов, Дмитрий Алексейұлы Огай. Кім бар? Нұркен Мазбаев міне соңғылардың бірі. Одан кейін де шығып жатыр міне. Саид Салиевич, міне Руслан Есатов соңғы тұяғы солардың. Мысалы, пожалуйста, мықты бапкерлер. Жоқ, деген мынау Қазақстан футбол федерациясында сол кісілердің методикасы бар ма деген ғой бапкерлермен. Енді ол әр өңірдің сол өңірдің аумағында жасалатын дүниелер ғой. Әр федерация сол жерде өзінің атақты адамдары бар, соларды бағалау керек. Әр өңірдің өз мектебі бар, школа. Мектебі болу керек. Сол кісілердің салған сара жолын дәріптейтін адамдар болу керек. Әр әулиенің мақамы әртүрлі болады. Сіз Қазақстанның түкпір-түкпірінде әртүрлі футбол дәріптейді. Мысалы, сіз айтып жатқан мамандардың футбол бәлкім батыста жүрмейді, шығыста жүрмеуі мүмкін. Сондықтан әр федерация өз жұмыс аумағында сондай бір жерге шоғырландырса, сондай бапкерлерді жиі жиындар болып тұрса, бапкерлер бір-бірімен пікір алмасатын, тәжірибе алмасатын, сондай ортада ғой негізі көп нәрсе. Осы жерде бір мәселе туындайды. Бауыржан деген кісі бар, осы Талдықорғанда балалар бапкері, сол кісі маған звондап ұрсатты. Қазақстан футбол федерациясының ішінде техникалық орталық бар дейді. Сол жақтан бәрімізге бүкіл жаңағы дүйсуші, ФЦ-ларға 8, 9, 10-11 жастағы балалар категорияларына бірдей методика бермей ме, бізге жазып көрсетпей ме? Ей, бапкерлер, мына бойынша жұмыс істейсіңдер. Азанда мынандай жаттығу, кешке мынандай жаттығу, осындай бұл жарысқа баруларың керек. Пландарың мынандай, календарный год осындай. Сіз бізге бермей ме, біз сонымен жұмыс істемейміз бе? Мен өзім мысалға басқаша тренер көрсетіп отырмын. Академия оңтүстік испанский методпен, Қайрат Лейпциг академий, анау Тараздағылар вообще греческий, немецкий футбол, мына жақтағылар вообще басқаша, біз әртүрлі стильдер, ондай болмайды. Біз Талдықорған мысалға, Семей, сондай өңірлер. Қайда қалды? А на самом-то деле, шындығына келген кезде табиғи жағдайларға байланысты кішкентай баланың да дамуы әртүрлі болады. Ол ғылыми дәлелденген нәрсе. Мысалға, Каспий, күн ыстық, теңіз жағасы, басқа климат, басқа менталды орта дамуды сәл кішкене балалардың әртүрлі болуы мүмкін. Олар күн ыстықта керемет ойнауы мүмкін. Және олар футзалға жақын болғаннан кейін олар более техничный футбол ойнау керек. Испанский, португальский, сондай видтерді ойнау керек та, мысалы, стиль сондай болу керек. Ол енді 45 метрге пас лақтырып, ол баспен көтеріп ұру, ол солтүстік Қазақстанда ондай көп. Пожалуйста, Павлодар ойнап жатыр, Қызылжар солай ойнап жатыр деп айтуға келсе. Мысалы да. Но түбіне келген кезде осының барлығы Қазақстан ұлттық құрама командасына қанша ойыншы берді деген заңды сауал туындаған кезде біз жауап бере алмай қаламыз. Ну тогда біз неге қаншама дүйсушінің ішінде футбол бар, қаншама облыстар бар ғой, мысалы 4-5 облыс бар Қазақстанда, ұлттық құрамаға бірде-бір игрок бермеген. Это о чем-то говорит? Сен сонда методикадан деп тұрсың ба? Қазақстан футбол федерациясы осыларды қолға алу керек. Бағыт-бағдар беру керек. Бағыт-бағдарсыз өздерімен өздері түрен күресіп отыралар. Так не должно быть, менің ойымша, между прочим. Шын мәнісінде курсқа келген кезде біз курстың бағыты, материалдары, ойнау стилі барлығы Қазақстан футбол федерациясының ойын моделіне негізделеді. Курста олар өз-өзін солай ұстайды. Ұлттық құраманың тәжірибелік сабақтары болады. Біздің берген бағыт-бағдар бойынша жұмыс істейді.
үй тапсырмаларын солай тапсырады, лицензияны алады, өз өңіріне қайтады. Сөйтеді де сол жерге келген кезде олар біз мына жақтан былай үйрендік, осылай істейміз деп оларға ешкім жасатпайды ғой. Тасы қойма. Әр футбол орталығының өзінің философиясы бар, әр моделі бар. Олар соған бейімделеді. Ол футбол бірдей болу деген мақсат емес қой, бір бағыт болды. Қазақстан ұлттық құрамасы осылай ойнайды, сіздер осылай ойлауларыңыз керек деген. Біз тек қана негіз береміз, фундамент береміз, білім береміз. Қалған олар өздері өзінің өңірлеріне барған кезде өзінің, жаңа сіз айтпақшы, балаларына адаптировать ету керек. Одан бөлек енді әр тренердің өзінің видениесі болмай ма негізі? Ол да бар, әр тренер маған балаларға да байланысты ғой енді, мысалы да. 4-5 бала мықты ойнап тұрса, технарь болса, не істейсің енді, амал жоқ, сондай футбол ойнауға тура келеді. Түп негізде әрбір бапкер жаттығу процесін бірінші жоспарламас бұрын, ол бірінші өзінің футболшыларына қарау керек. Мен телевизордан көріп алам да, мен мынаны ойнаймын деп, шын мәнісінде сенің балаларың соған бейімделген ба? Ойнай ала ма? Соған сұрақ жауап болу керек бірінші кезекте. Өзіңізде айтып қалдыңыз, ұлттық құрама қалай ойнайды, сол модульмен оқытылады дегенде. Ұлттық құраманың ойында енді бапкерлер ауысқанына байланысты өзгеріп тұрады ғой. Міндетті түрде. Ол жергілікті клубтарда да солай, жергілікті клубтар қайда балаларын дайындайды? Олар өздерінің бірінші командасына дайындайды. Ол жерде де әртүрлі бапкерлер келуі мүмкін, әртүрлі стильдерді қолданылуы мүмкін. Соған байланысты өзгеріп отыратыны. Мысалы, Қайрат футбол академиясы Қазақстан футбол федерациясымен ешқандай санаспайды. Открыто айту керек та, ол өз частная академия. Қазақстан футбол федерациясының философиясы, ойы нафиг керек де жоқ оларға. Өздерінің философиясы бар, өздерінің ойыны бар. Оларға лига чемпионов түбі Қайрат ойнайды, футболист шығару. Пожалуйста. Бірақ айналып келген кезде... Түбінде бұл айналып келген кезде енді Испания әлем чемпионы болған кезде ол Барселонаның стилімен ойнады ғой. Ол не істейді, ол велосипедші ойлап тауып. Сол стиль жұмыс жасап тұр, жеңіс әкеп тұр, медаль алып кеп тұр. Дель Боске алды да 8-1 Барселона футболшыны шығарды. Сосын олар молодежкада андер 17-де бас бапкер болған адамды андер 19-ға, одан кейін 21-ге, сосын сборныйға қоя салатын әдеті бар олардың. Сол сөйтті ғой. Де ла Фуэнте деген кім деген сұрақ. Гуглға жазсаң таппайсың ғой адамды мысалға да. Сборный Испанияның бас бапкері мысалы, пожалуйста. Кім ол? Мына жерде 7-2 бапкер бар ғой, испанец. Атақтарынан атүркейтін мысалға да. Сен тұр, мен атайын. Түбінде бұл жерде шығатын мораль, егер ұлттық құрамаға нәтиже керек болатын болса, егер Қайраттың жүйесі нәтиже беріп тұратын болса, сол стильге ауыса салады ғой бапкер, түсінікті. Испания құрамасы сияқты. Костяк, мысалы біздің андер 17, 18, 19-далардың бәрі Қайрат қой, мысалы, мойындау керек. Қазіргі таңда солай болып 15-дегілер вообще өткен жылы Кирилл Марунов бас бапкер болған кезде 9 адам шығарды ма, не істеді? Бір вратарь мен бір защитник алды, болды. Әлі күнге солай деп айтуға болады, көп возрастной категориялар. 35 адам жіберіп жатыр олар Қайрат. Бір академиясы. Көп тұр ғой. Енді тағы бір мәселе бар. Бір кісі жазады Қызылордадан. Атын айтпай қояйын. Бапкер ғой. Курсқа қатысқан, құлаған ғой. Осыдан 3 жыл бұрын болған оқиға енді, ашығын айтайын. Ол кезде сіздер федерацияда жұмыс істеген жоқсыздар. Ол кезде басқа адамдар болған. Сонда қазақ тілінде тапсырғысы келген ол. Мынау технический центрді қазақ тілінің Қ деген әріпі жоқ қой жалпы әлі күнге шейін, мысалы. Техникалық орталық бар ғой. Қ деген әріп бар ғой. Сол жерде тапсырған, орысша дұрыс түсіндіре алмаған ғой. Сөйтіп нашар болып қалған, балық кеткен. Сосын 2 бапкер Алматыдағы. Оларда да осындай мәселе болды. Алматыда жүріп орысша білмейді мысалы. Енді мақұл, Жетісай, Шымкенттен келеді, Қызылорда, Ақтаудан келетін бапкерлердің біразы қазіргі енді С, Б категориясына түскісі келетін кейбір бапкерлердің қазақша білмейді, орысша білмейді дұрыс. Олар не кінәсі бар сонда? Қазақстан футбол федерациясының техникалық орталығы осындай модульдарды өткізген кезде, оқуды жүргізген кезде, емтихан қабылдаған кезде тек қана only орыс тілінде қабылдайды. Әлі сондай ма? Парадокс та. Қандай ғасырда өмір сүріп жатырмыз деген сұрақ. Өткен мен өмір сүре беруге болмайды жүр. Қазір енді біз болашаққа бағдар болуымыз керек. Сіздердің эфирлеріңізді пайдаланып отырып айта кетейін. Қазіргі таңда техникалық орталықтың бастамасымен бірінші кезекте курстар 2 тілде жүргізілетін болды. С санатындағы курс, Б санатындағы курс
барлық материал, барлық вебинар және де барлық курсқа қатысып жатқан инструкторларымыз бар. Екі тілде емін еркін сөйлесе алады. Кез келген тыңдаушы, мен қазақша материал талап етемін, маған қазақша материал беріңіз, мен вебинарды қазақша көргім келеді дейтін болса, Мысалға, мен барайын деп жатырмын ғой, мысалға. Мен сондай талап қоямын ертең. Дик, допустим. сіздің келетініңізді біле отыра біз Дайындап қойдық. биылдан бастап осы қазір біткен Ц курсы қазақ тілінде болды. Шымкент қаласында, егер таныс бапкерлеріме Мирастан сұрасаңыз болады. Ол сізге міндетті түрде айтып береді. Қазақша курс болды. Емін еркін, екі тілде. Сол кезде кіріп кетуім керек еді, Шымкентте жаттым ғой, кіріс. Иә. Қап әттеген айтып қоясың. Бірақ Қазір одан бөлек ештеңе жақсы. Әлбетте. Өмір әлі алда, ертең білмейміз қайда болатынымызды, бәлкім бір Лига чемпионов форматындағы клубтың бапкері болып кетерсіз. ФЦ-ға жұмысқа тұрам. 350 мың теңге жалақы аламын, сөйтіп деген арманым бар. Бұл бастамасы ғой. Жоспар бойынша жаңа ол эфирден әңгіме болып қалды, жаңа айлықтар жайлы. Бұл жерде Қазақстанға мысалыға жоспар бойынша қанша бапкер керек өз негізі? С категориясы бар. Балдарды оқытатын дейікші. Енді ол нақты саны жоқ, себебі Статистика, жоспар сіздерде бар ма деген? Негізі жоспар бойынша қазіргі таңда 25 жылғы енді есептің қазір соңғы несі 25 жыл болып тұр ғой. Қазіргі таңда 1164 лицензированный бапкер бар. Лицензиялы. С категориясы. Жоқ, ол жерде барлығы. Жалпы. Бәрі. Түгел. С бапкерінің саны 549 бапкер бар С санатында. Б санатында 191 бапкеріміз бар қазіргі таңда. А санатында 202 бапкеріміз бар, және Про санатында 69 бапкеріміз бар. Б голкипер санатындағы бапкеріміз 73, А элит 18 саны, және де одан бөлек Б футзал бапкеріміз бар даже. Осыдан бір 2 жыл бұрын Кака мырза өткізген курс бар, 29 жаттықтырушымыз Б футзал. Бізде енді балалар футболын көтеру үшін, дамыту үшін, соларды көбейту үшін саны дейікші. Бір С категориясындағы бапкерлер көбірек керек қой? Міндетті түрде ең төменгі сатысы білімнің негізгі қаймағы сол С-да ғой. Себебі сол жерде дұрыс тәлім тәрбие, дұрыс білім, дұрыс тәжірибе, дұрыс дағдыларды сіңірген футболшы одан өскен сайын ол ары қарай тек қана өсе береді. Ал егер керісінше сол 6 мен 12 жас аралығында өзіне қажетті ақпаратты алмаған, білімін шыңдамаған, тәжірибесі жоқ футболшылар ары қарай өскен сайын оның футбол әлемінде жарқ ету шансы дейміз ғой, қиындау болады ғой. Сондықтан міндетті түрде білімнің негізін, діңгегін сол С санатына беру керек қой. Алыс жақын Қазақстаннан бөлек енді Әзербайжан бар, посткеңестік елдер, Белоруссия, Ресей, Украина деген сияқты мемлекеттермен былай жалпы салыстырып қарағанда. УЕФА-дағылардың ішін айтып отырмын да мен. Қандай деңгейдеміз жалпы техникалық орталығымыз, біздің бапкерлік құрам жалпы? Өте жақсы деңгейдеміз деп ойлаймын. Жоқ, әрине саны жағынан, мамандар саны жағынан әрине азбыз. Едәуір азбыз. Себебі Европалық жағы топ мемлекеттерде бір адам басына адам саны, жаттықтырушы саны біздікіне қарағанда едәуір көптеу. Бізде өкінішке орай сұрақ толықтыра кетейінші. Статистика деп сұрақ қалдым ғой, бізден 20 миллион халық бар, енді оның осыншасы жас балалар, осыншасы үлкен кісілер дегенде сіздерде статистика бар ма? Осынша жас балаға, мысалыға, кішкентай балаларға осынша бапкер керек деген бір. Ондай нақты түсінік жоқ. Бізге әрбір футбол орталығының өзіне премьер-лига қатысушысы футбол орталығының өзінің талабы бар. Қанша команда болу керек. Бірінші лига қатысушысының футбол орталығында қанша команда болу керек деген сияқты әр клубтарда өзінің талаптары бар лицензия бойынша. Соған байланысты біз ақпарат жинаймыз. Ол жасын айтпағы былай болып тұрған статистика бар ғой, Англияда 300 балаға бір бапкерден келеді екен, орташа деген статистика. Мысалы, ол Германияда 300 емес, одан аз, 150 балаға біреуден келеді. Испанияда вообще 20 балаға бір бапкерден келеді.
деген сияқты статистика бар. Сол Қазақстанда біз бізде сол қандай санға жету мақсатында қазір курстардың санын көбейтіп жатырмыз. Қазір Құдай қаласа жоспарымыз бар. Әр жылға шақталған 2030 жылға қарай Құдай қаласа 3000, қазір 1200 дедім, 1160 осы 4 жылдың көлемінде жаттықтырушылар санын 3700 лицензияланған жаттықтырушыға жеткізуді жоспарлап отыр. Сосын Шымкентте мысалы осындай проблема қазір пайда болып жатыр да. Мен соны білем. Рождаемость дейміз ғой, ана туу көрсеткіші өте жоғары Қазақстан бойынша бірінші орында. Балалар бапкер аз болып отыр. Бір бапкер 3-4 командада жұмыс істеп жатыр қазір. Мысалы ана жерден 150 мың алады, ФЦ-дан 350 мың алады, мына жақта 250 мың алады деген сияқты. Частный клубтар көбейіп кетті қазір. Сол бапкер жетіспей жатыр. Сондай өңірлер мысалы халық көп шоғырланған жерлерге күшейту керек шығар дейді да, сол бағытта үлкен жұмыс атқарылып жатыр. Қазір С және Б санатындағы курстар жыл 12 ай үзбей өтілетін болады. Биылдан бастап бір курс біте ма, бір ай көлемінде демалыс беріледі. Себебі алдыңғы курстың тыңдаушылары үй жұмыстары бар, емтихан тапсырмалары бар, соны тапсырып біту керек. Қалай келесі бастап артынша бастап кетеді. Баяғыда жылына бір-ақ рет болады. Шілде айында онына қарай келіңдер дейді болды. Шымкентте деген әңгімен толықтыра кетейін. Сұрақшы. ФК Орда Юнион деген ашылды, өткенде өзің барып ашқан. Сол енді жарнамасы жақсы болып кетіп, енді балалар ағылып келген ғой енді. Енді ол ондай неге дайын болмай ғана бар. Сөйтіп енді 2 бапкер ғана бар екен да. Енді үшінші бапкер алайын десе, жаңағыдай бапкер жоқ категориясы бар. Бірақ балдар келуін тоқтатқан жоқ дейді. Келіп жатыр. Енді негізгі категорияның болу болмауы, ол сен тек қана премьер-лигаға қатысатын болсаң ғана қажет дүниеде лицензированиеден өту үшін. Ал қарапайым мектеп ашам, частный мектеп ашам десем, саған лицензияны ешкім сұрамайды да, қажет па, қажет емес пе, оны ешкім тексеріп жатқан жоқ, қажет емес. Бұл жердегі мәселе бәлкім сапалы тренерлер жоқ. Сапалы бапкер. Сол ғой, ол С категориясы барларды іздеді ғой. Ол С категориясына, сен С категорияң бар деген сөз, ол саған автоматически сапалы тренер деген ерлік бермейді ғой. Ол сен С категорияң бар болып, бәлкім сен енді қазір енді ата-аналар да ақымақ емес қой қазір. Кеп ол сұрайды ғой. Тренердің категориясы бар ма? Көрсетіңдер деп. Ата-аналар бар ғой, неше түрлі ата-аналар бар ғой. Ол бар дей салсаң да ешкім тексермейді ол. Көрсететін шығар енді бір суреті, сертификаты болсын. Содан кейін шығар. Баяғыдағы бапкерлердің біреуінде ондай сертификат жоқ еді ғой әйтеуір. Ол кездегі дайындау методика Азияда сәл басқаша еді. Біз сонда қазір бапкерлерді УЕФА бекіткен талап бойынша дайындаймыз ба? Міндетті түрде біз сол ассоциацияға мүше ел болғаннан кейін сол салған білімнің талаптарына сай, программасына сай жұмыс істейміз, бірақ міндетті түрде өзіміздің өңірімізге адаптация жасаймыз. Мысалы, осы Қазақстанда ең бірінші болып Владимир Никитенко алған еді, осы категорияны алып, лектор болды. Ол кісі әзірге де Алла тағала күш қуат берсін, про лицензиясында тәлімгерлердің қатарында. Одан бөлек те біраз адам көбейіп кетті, қазір солардың саны бір 40-қа жетіп болды ғой. Қожабергенов, Асқар деген секілді ағаларымыз бар ғой, мысалы. Біраз про категориясы бар кісілер. Солар ғана жұмыс істей алады ғой жерде. Қазіргі таңда 33 тәлімгеріміз бар. Бірақ енді тренерлік курстарды ғана емес, сонымен қатар тәлімгерлерді, инструкторларды да шығаруымыз керек қой. Сол курстардан өзін жақсы көрсеткен, осы инструктор тәлімгер боламын, осы бағыт маған қызық деген жаттықтырушылар болатын болса, бізде ол бағытта да курстар бар. Жаңағы мен айтқан жоспардың ішінде 33 инструктордың санын 2030-да біз 133-ге жеткіземіз деген жоспарымыз бар. Соған байланысты жыл сайын ондай курстарда бекітіледі. Оның барлығы ашық ақпарат. Футбол Федерациясының ресми сайтына кірсеңіздер, кез келген адам заявка бере алады. Енді тағы бір философиялық сұрақ қойғым келіп отыр осы жерде. Европаға өттік. Жалпы жақсы бәрі. Күшті дамып келе жатырмыз енді. Аз-аздан болса да. Сонда таң қалатыным, біз ұлттық құрамамыз өткісі кеп, сәл-сәл қап, әрекет қылып жатыр ғой енді, мысалы да, дөу ұлттық құраманы шыңын айтып отырмыз.
сонда андер 17, 19, 21 үшеуі де қаншама жыл жүріп Европа чемпионатының негізгі этабын өтемауы деген масқара нәрсе емес сол деймін да. Сол осының философиясын мен неге түсінбеймін да. Мысалға арабтар айтады дейді да, Азияда жүрген кезде олар Азия чемпионы болады, Иранды ұтып кетеді, сөйтіп мықты болады да, сосын кейін 21 жастан кейін асқаннан кейін үлкен футболист болғаннан кейін резко даму тоқтайды. Қазақстан футболды соған кеп тұр. Қазір 17 жаста, бір бала ана жақта ұрып жатыр, біреу мына жақта 17 жастағылар, 19 жастағылар Барселонада ойнап жатыр. Левантеде ойнап жатыр. Түбіне келген кезде солар нәтиже жоқ. Қазақстан жастар 21 құрама командасы. Былай қарап тұрсаңыз, әжептәуір талантты балалар бар ғой арасында. Әлбетте. Бірақ кеше көз алдымызда Түркістанда 2 матч ұтылған кезде енді сай сүйегің зырқырайды да. Болашақ жоқ деген ұстанымға келесің да. Егер үйтіп бәріне қарай берсек, өмірден түңіліп кетуге болады ғой. Сол Оптимизм керек. Өз-өзімізді алдауымыз керек. Әсте түзеледі шығар. Оның тек қана бір айланып келген кезде 4-5 маманның жасалып жатқан жұмыс емес қой. Ол жерде ауқымды процесстер болу керек. Клубтың өзінде процесстер болу керек. Үйдегі процесстер дұрысталу керек. Футболшының өз-өзіне дайындығы процесі дұрысталу керек. Өйткені жасыратын несі бар? Білеміз ғой. Баяғыда Олия Бразил болған ғой академия. Сол кезде бір кісі айтып еді, балаларды сол жаққа жібергеннен гөрі, сол жерде тренировать етіп отқан 2 бапкерді Шымкентке шақырса мадыңдар ма дейді, бір жыл тұрып береді. Мен де сондай ойда болдым. Кеткен кезде, қайтып келген кезде көп күттім, сол команда қайда екен деп. Енді тәжірибе солай жиналады ғой жайлап. Яғни ол дұрыс емес бағдарлама болды ма, әлде футболшылар дұрыс түсінбеді ма оның түп негізін? Сол кезде барған футболшылардан енді шамамен 5-6-ауы қазір ойнап жүр ғой. 2-і ойнап жатыр. Жоқ, өседі өткенде есептеп шықтық, көп екен. Ойнап жатыр дегенде енді сен қандай мағынада айтып отырсың? Профессионал деймін. Бәріміз ойнай береміз. Профессионал деймін. Жоқ, Қазақстан премьер-лигасында. Мақсат Айкенов, Қараман бар еді. Сіз айтқан Мирас Төлеев бапкерлікке кетті. Өте жақсы болашағы бар бапкерлердің бірі. Білім жүйесінде. Олия Бразилды енді қазір қазбаласақ. Жоқ, 4-5 дегені сол енді. Шашымызға қарып кетеді оны. Жоқ, 4-5 футболшы шықты деген енді ол жаңағы ақталмады деген сөз жалпы. Ақталмады болғанда ол жобаға Қазақстан футбол федерациясының 1 грамм да қатысы жоқ. Ол негізі бізде Қазақстанда футболдан мемлекеттік бапкер бар екен, білесің ба негізі? Кім ол? Ауысып тұрады. Бұрын Болат Жоспаев еді, қазір кім екенін білмеймін. Сіз де танымайтын шығарсыз енді, ондай адам бар негізі өмірде. Мемлекеттік бапкер бар. Айлығы отыр. Айлығы отыр. Министерствода ғой енді, понятно, сол жақтан іздеу керек та, кім екен негізі, не істеп жатсың? Қазір сіздер істеп жатқан басқарма бар ғой, іштегі жаңағы Қазақстан футбол федерациясында. Олар енді бапкерлер тағайындауға араласпайды ғой сіздерден. Біздікі тек қана оқыту, негізін қалау, бір-бірімен таныстыру, себебі көп нәрсе алыс-берістен туындайды ғой. Оларды бір жерге шоғырландырамыз. Бұрын тек қана шетелден ғана келетін еді ғой адамдар ше. Сол кезде оқытылатын да. Скуртул өзі сөйтіп шетелден келіп жүретін өзі. Сөйтіп ковидтің кезінде кетті, содан келмеді ғой әйтеуір. Мысалы да, содан кейін қайтадан жұмысқа шақырдық оны. Енді қараңыз, бұрын сол Франциядан, Испаниядан, Швейцариядан, Польшадан адамдар келіп оқытатын, осындай оқыт. Енді қазір Қазақстанда Никитенко секілді адамдар пайда болып отыр ғой. Дәріс бере алатын деңгейі бар. 33 адам жаңағы. Содан кейін ғой енді осы көрдіңіз бе, Астанада Қаз жол деген қонақ үйге барады да, бәрі сол жерде оқу өткізеді, жиналыс өткізеді, дом футболының ішінде теориялық сабақтар болады, бәрі сөйтіп жүреді. Оның ішінде қақпашылар бар, 30-25 қақпашы келіп оқиды ол жерде. Воскобойников, Новиковтердің бәрі жиналып алып. Мысалы, сол секілді ғой. Сөйтіп, соның ішінде бәрі жан-жаққа кетіп, ол жақсы ма, жаман ба енді сіз үшін? Әрине жақсы. Конечно. Бұрын шетелден келіп оқытатын кез жақсы ма еді? Қазіргілердің де қазақстандық мамандардың да оқытқаны дұрыс, олар қазақстандық футболды ішінен біледі оны, мысалы. Никитенко мысалға. Міне сол мысал, сол Никитенко мырза, сол как раз таки қаншама келген шетел жаттықтырушыларынан білім алды. Қазірге бәлкім білімі шыңдалып. Өзі қорытынды жасап, анализ жасап, өзі қазір соны шайнап беріп отыр, былайша айтқанда. Ол да бір жағынан дұрыс. Но шетелден адамдарды шақырып тұру практикасын
доғыру да дұрыс емес, арасында шығарып тұру. Әлбетте, футбол бір орында тұрмайды. Көптеген жаңа тенденциялар, жаңа бағыттар, ол жаққа бәрі жақын ғой олар. Өткенде мысалға Қайрат футбол академиясында жұмыс істейтін бапкерлердің барлығын алып барды ғой Арсеналға қарсы матчқа. Оларға да билет әперді ғой, көріңдер бұл бар. Сөйтіп Арсеналдың жаңа ФЦС-мен меморандумға отырып, олардың тренировкасын көрсеткен деген сияқты. Бенфикамен байланыс бар мысалға. Осындай дүниені еліміздің барлық клубтары жасаса, бұдан мен ойлаймын қазақ футболы тек қана дамиды. Тек қана дамиды сөйтті. Әзірге таңда осы уақытқа дейін міне күні кеше Атлетико Мадрид ашылып жатыр, Қазақстан футбол федерациясының академиясы ашылып жатыр. Талғарда. Талғар қаласында. Тек қана Қайратқа төтеп бере алатын ешкім жоқ еді қазір Қазақстанда бұрын. Академия бойынша. Футбол орталықтар арасында. Академия оңтүстік кезінде испанецтер шақырған. Испанецтердің кезінде. Ал қазір мінекей қазіргі кішкентай балалардың өзінің арасында конкуренция өте көп. Қазір олар Қайрат десе, тоқтай тұрыңыз. Атлетико Мадрид не дейді екен, КФФ не дейді екен, оларды да көрейік деп қазір көзі ашылған. Бірақ енді түптің түбінде сіздердің мақсаттарыңыз маман даярлап шығарып беру, сертификациясы, дипломын беру, бірақ ары қарай ол енді адам өзі даму керек қой. Міндетті түрде әрбір маман ол тек қана бір кішігірім курстың аясында ол білімін шыңдап масқара бұл жетістікке жетпейді ғой. Оның бұл тек қана негізі бастамасы, ары қарай оның түрлі ойындық ситуациялар бар, тәжірибелік ситуациялар бар, соның барлығы шыңдайды. Сөйтіп оның белгілі бір дәрежеде тренерлік жаңағындай несі қалыптасады, ішіндегі материал, философиясы, ойын стилі, сөйтіп дамиды. Қайрат ағамыз бар ғой, Жетісуда, Нұрдәулетов. Ол кісі енді өзі Стойловқа қайта барып жүріп Түркияға. Сөйтіп үйренді ғой, практика жүзінде. Газиантеп деген командаға бар. Азат Нұрғалиев те барып келген ғой. Ол кісіге. Мінекей нәтижесі академия түстікте қандай болып жатыр. Негізі про лицензиясының курсының аясында бірден бір тапсырма ол шетелдік клубта тәжірибе өту. Ол кәдімгі үй тапсырмасының бір пункты тармағы. Бекітілген. Міндетті түрде курс аясында. Көбісі баяғыда Рубинге баратын ғой, Құрбан Бекеш. Енді әркім өзіне қарайды ғой, біз айтпаймыз ғой, сен Рубинге бар, сен Аняқа бар деп. Әркім клуб бар, жаттықтырушының өзі бар. Шетелге. Сонан кеше Құрбан Бердиевтің сұхбатын көріп отырмын да. Ол өзінің жаңағы тәжірибесін арттыру үшін Анчелоттиға барған екен ғой. Былай қарасаң енді Анчелоттидан жасы үлкен шығар ол кісінің. Қатарлас қой. Сол енді үлкен болып қалған кезінде де сол білімін шыңдау үшін кәдімгі Мадридке барып, ол кісі қай кезде барғанын да айтып өтті ғой, жұмыстан шығып демалып жүрген кездерінде. Яғни оның сол жерге баруының себепкері сол жұмыстан дер кезінде бәлкім шығып қалу, бәлкім басында оған ол бір үйреншікті емес нәрсе болып көрінді. Қалай мені отставкаға жіберді, нәтиже бар, жүйелі жұмыс атқарылып жатыр. Құрбан Бердиев 52-ші жылғы, Анчелотти 59-ші жылғы екен, 7 жас кіші екен. Карло. Әр нәрсе өзіне бір себепкер, ол ойлап жүрді, мен жұмыстан шығарып жіберді. На самом деле оған басқа бағытта жолдар ашылды, тәжірибе ашылды. Біздің бапкерлерге де осылай тоқтамау керек жалпы. Бердиевтің барған кездегі мақсатым дейді, мен тактика үйрену емес, мен түсінемін ғой бәрін дейді. Ол жұлдыздармен қалай жұмыс істейді, сол қызық болды дейді. Қалай сөйлеседі. Кейін енді Криштиану Роналду, Бензема, Бейлдің кезінде ғой енді. Мынау про лицензиясына біз барған кездегі жоғарыда атап өткен жаттықтырушылар да соны негізге алып отыр. Олар біз тактика, техника ондайды көп қозғамаймыз. Біздің мақсатымыз сол команданың ішіндегі атмосфера, ойыншылармен тілдесу, стаф дейміз ғой, персонал, соны жүйеге, барлығы бір бағытта қарау керек. Сол кезде ғана нәтиже болады деп сондай дәріс оқыды про студенттеріне, про тыңдаушыларына. Ол жерде бір тактика, бір керемет, мынаны бүйтесің, мынаны сөйтесің деген әңгіме қозғалған жоқ. Тек қана жаңағы клубтың ішіндегі коммуникация, ойыншылармен қалай, ішіндегі персоналмен қалай, даже отбасымен қалай коммуницировать ету керек. Сондай жағдайларға дейін жеткен жағдайлар болған. Подкасттың соңында бір келісіп алайық енді. Қашан барасың? Қай жерге? С категория болуға. Енді
осы жерде шешіп алайық барлығын. Келесі айда барам. Келесі енді басталған кезде. Келесі курс Құдай қаласа 27-де басталады. Себебі бұл курсты біз уже бастап қойдық. Пожалуйста. 27-ші жылы. Задний числомен болмайды. Енді заявка беріп жіберсеңіз, бәлкім өтіп кетерсіз. Себебі топ әлі жиналу барысында. Көріп кетейін соған онда. байланысты. Қош келдіңіз дейміз. Қайта футболдың діңгегіне түсіп, жаттықтырушылар осындай жағдайда. Қазақ тілінде оқимын, орысша да сөйлей аламын, ағылшынша да күшті, жалпы шетелге бапкер болып кетсем ба дегенде ойларым бар. Қалай? Ол Талабыңызға сай бағыңыз. Қазақстан футбол федерациясының техникалық орталығынан алған лицензиямен Португалияда жұмыс істей аламын ба жалпы? Міндетті түрде. Біздің лицензия УЕФА-ға мүше мемлекеттің барлығында да жарамды. Ең басты мәселе тіл ғой. Тіл мәселесі. Мальтаға кетсем қалай болады екен деп отырмын. Бір академия ашып жатырық. Мальтадан ба? Бүгін енді Нұржан мырза азды көпті енді әңгіме қозғадық, енді бір подкасттың ішіне қамту мүмкін емес, енді өзіңіз де түсініп тұрсыз. Енді мүмкін алыста жүрген бір бапкер болғысы жүрген бір жігіт осы подкастты көріп, бұлай істеу керек екен. Қатон-Қарағай деген жерден көріп келсе де мысалы. Деп ой түйсе, сол енді біздің миссиямыз орындалып деген сөз. Әлбетте, кез келген еліміздің түкпір-түкпірінде көріп жатқан жаттықтырушылар болатын болса, осы бағыт қызық болатын болса, кез келген уақытта, кез келген мезгілде Қазақстан футбол федерациясының ресми сайтына кіріп өтініш тастаса болады. Ол өтініш міндетті түрде қаралады, ақпарат жиналады, міндетті түрде курсқа түсу мүмкіндігі жоғары. Тамаша. Рахмет келгеніңізге. Сіздерге рахмет. Шақырып тұрыңыздар. Рахмет.